Қызым, біріншіден біз ас бөлмесінде әрдайым орамал тағып жүруіміз керек. Орамал тағу бұл салт дәстүріміздің бірі. Ақ түстен оның қадір қасиетін ұғынуға болады. Мысалы, қазақ халқы әрдайым айтып жүрген: бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық. Жаулықты таусылмайтын байлыққа теңеген. Аталарымыздың айтқан сөздерінен ұғатын болсақ, бұл ата дәстүрдің салтын сақтау, дәстүрді осылай дәріптеген. Қасиетті қанына сіңген қазақ ұлтының өнегеге толы өмірінің бір бөлшегі ол ақ орамал. Орамал ол сұлулықтың символы, адалдықтың белгісі. Сонымен қатар ол тазалық. Қызым, осыны есіңнен шығарма. Бүгін екеуміз қазақ халқының ұлттық тағамы бауырсақ және наурыз көже дайындаймыз. Бауырсақ бұл көшпелі халықтардың дәстүрлі тағамы. Бұл дәм қазақ дастарханынан үзілген емес. Әсіресе қонақ шақырған кезде мол етіп пісіріледі. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесінде жайылатын ақ дастарханның да сәнін келтіретін қызыл бауырсақ. Бауырсақты кей өңірлерде тоқаш деп те атайды. Тіпті қамырын ашыту мен оны кесудің де тәсілдері әртүрлі. Қызым, біз бүгін қамырды осылай аштық. Шамамен көзбен шамалап сүт аламыз. Құрғақ ашытқы саламыз. Тұз, маргарин, бір жұмыртқа, ұн қосып нанды жақсылап илеп, оны жылылай орап, біраз уақытқа қойып қоямыз. Жақсылап көтеріліп ашыған қамырды ыңғайлап өзімізге зуала-зуалаға бөліп аламыз. Зуала-зуалаға бөліп алғаннан кейін оны әдемілеп жайып, төрт бұрыштап кесеміз. Содан кейін қызып тұрған майға қуырып аламыз. Ал наурыз көже бұл 7 түрлі дәмнен тұратын ұлттық тағамымыз. Салт дәстүріміз бойынша көжені дайындау үшін алдымен суды құямыз. Оған қыстан шыққан сүр етті салып пісіреміз. Кейін дәнді дақылдардың әр түрінен саламыз. Ең соңынан тұзын қосып, жылығынан кейін айранмен араластырамыз. Айранды салып алғаннан кейін оны қонақтарға таратамыз. Наурыз Қазақстандағы ең сүйікті әрі маңызды мерекелердің бірі. Бұл күнде табиғаттың жаңаруын, жаңа жылдың басталуын, әр шаңыраққа береке мен молшылық келуін білдіреді. Наурыз мейрамына дастархан жайылып, туыстар мен қонақтар жиналып, ұлттық тағамдар дайындалады. Наурыз мейрамында мерекелік дастарханның басты тағамдарының бірі ол наурыз көже. Бұл тағам қазақ халқының мәдениетінде ерекше мәнге ие. Дәстүр бойынша наурыз көже 7 түрлі ингредиенттен дайындалынады. Олар өмірдің 7 құндылығын, береке, денсаулық, молшылық, өсіп өркендеу, даналық, бақыт және бірлікті білдіреді. Әр отбасының өзіне тән дайындау әр түрлі тәсілі бар.